Атымтай жомарт. Атымтайдың ата-анасының азан шақырып қойған есімі Атым екен. Тай шаһарында туып өскендіктен тай сөзі жалғанып, Атымтай атаныпты. Өзі әрі есепсіз бай, әрі қолы ашық мәрт, жомарт кісі болыпты. Осындай мырзалық мінезіне орай, ел ішінде айтылатын әңгімелерде Атымтай жомарт атанып кеткен екен. Тай шаһарына жақын маңда түлкідей қу бір адам болыпты. Бірде ол Атымтайдан қарызға 100 дүлде сұрап келеді. Жомарт оның аты жөнін білмесе де, сұрағанын беріп жібереді. Тай шаһарынан ұзап шыққан алаяқ орамалға оралған ділдесіне қарап, өз қулығына масаттанады. Сол кезде бір қарға ұшып келіп, түйіншекті іліп әкетеді. Оны далбақтап қуып жете алмай, әбден шаршаған қудың салы суға кетіп, опынып қала береді. Арада бір 7 уақыт өтеді. Сол алаяқ өзін танытпайын деп бойын қоқырайтып, киімін өзгертіп, дауысын құбылтып, Атымтайға тағы келеді. Жомарт оны бар сый-сияпатымен күтіп алып, сұраған ділдәсін тағы береді. Осы жолы да ойлағаны іске асқан қу ділдәні енді таяғына түйіп алып, бұрынғыдан басқа жолмен жүреді. Сол арада алдынан өзен кездесіп, одан өтіп келе жатқанда ділдә түйген орамалы суға түсіп кетеді. Қудың діңкесі құрып, тағы да жер сипап қалады. Алаяқтың Атымтайдан 3-ші рет ділдә сұрауына тура келеді. Бұл жолы ол ақ ниетімен сұрап, үйіне аман есен жетеді. Сауда саттық жасап, шаруасы оңалады. 1-2 жылда байып, тіпті қызметші ұстайды. Бір күні ол жомарттан алған 300 ділдәсін түйіп, басқа да сый-сияпат әзірлеп, Тай шаһарына келеді. Атымтай қонағын күтіп, ертеңінде кетер жолында ділдәсінің 100-ін ғана алып, 200-ін өзіне қайтарып береді. Қонақ бұл іске таңданып, аузы аңырайып отырып қалады. Сонда жомарт оған: «Алғашқы 2 рет келгеніңде сенің ойың арам еді. Сондықтан сол кездегі саған берген 200 ділдәм өзіме қайта оралды. Алғашқысын қарға келіп тастаса, келесісі сумен ағып келді. 3-ші рет адал көңіліңмен келдің, осы рас па?» деп сұрайды. Өзінің бұрынғы алаяқтығы есіне түсіп, сол қылығынан ұялған қонақ бұдан былай адал жолдан таймауға уәде береді.